26-шы сұрақ. Автобус А пунктінен тұрақты 45 км/сағатына жылдамдықпен шықты. 5 сағаттан кейін автобустың артынан мотоцикл шығып, 3 сағаттан кейін автобусты қуып жетті. Мотоцикл мен автобус жылдамдықтарының айырмасын табыңыз. Мына жақта бізге автобустың жылдамдығы берілген. В автобус дейік мына жаққа тең 45 км/сағатына. Кейін белгілі 5 сағаттан кейін дейді, автобустың артынан мотоцикл шықты және 3 сағаттан кейін оны қуып жетеді. Сонда автобустың толық жүрген уақыты, мына жақта қараңыз, 5 сағат жалғыз өзі жүреді. Одан кейін 3 сағат мотоциклшы автобустың артынан жүргенде оны қуып жетеді. Сонда автобус барлығы 8 сағат жүргеніміз мына жақта жазылып тұр. 8 сағат. Және уақыт мына жақта мотоциклшының тең 3 сағатқа. Өткені 3 сағаттан кейін, шыққаннан кейін ол автобусты қуып жетеді. Екеуі бірге олар бір бағытта жүрді. Қараңыз, осылай. Автобус осы нүктеден шықты, 5 сағаттан кейін осы жерге келеді. Одан кейін оның артынан мотоциклшы шығады. Және біраз уақыттан кейін ол осы автобусты қуып жетеді. Мынау бізде қуып жеткен жері. Енді бізге автобустың жылдамдығы берілген болса басынан, және оның уақыты берілген болса, 8 сағат бойы осы барлық жолды жүріп өтті ол. Сонда бірінші амалмен 45 көбейтсек, 8-ге бірден табамыз барлық автобустың жүрген жолын. 45-ті 8-ге көбейткенде, мына жақта бізде шығады 360 км. Ол бізде автобустың өткен жолы. Енді қараңыз, біз автобустың жүрген жолын білеміз. Мотоциклшы оның артынан шығып, біраздан кейін оны 3 сағаттан кейін оны қуып жетеді. Және оның өткен жолы автобустың өткен жолымен бірдей болады. Сонда екінші амалымыз ол 360-ты бөлу керекпіз 3-ке. Өткені мотоциклшы осы қашықтыққа 3 сағатты жұмсады. Сонда 120 км/сағатына ол бізде мотоциклшының жылдамдығы. Өткені ол 3 сағатта осы 360 км жолды жүріп өтті. 120 км/сағатына ол мотоциклшының жылдамдығы. Бірақ сұрағымыз мотоциклшының жылдамдығы емес, мотоцикл мен автобус жылдамдықтарының айырмасын сұрап отыр бізден. Айырмасы деген ол азайтындысы. Мотоциклшының жылдамдығы 120, автобустың жылдамдығы 45, азайтсақ, бізде шығады 75 км/сағатына ол жылдамдықтардың азайтындысы. Ол бізде В мотоцикл, азайтылған В автобус. Сонда жауабы 75 км/сағатына болу керек. Жауаптардың ішінде А жауабы дұрыс.